Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз өндірістің есебін, яғни учет производства дейді. Сол өндіріс есебін қазір біз 1С бағдарламасында қалай іс жүзінде практикалық түрде іске асыруға болады. Соны үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақтарда біз өндірістің есебі жайлы теорияны өттік, лекцияны өттік. Ол жерде біз жалпы сол дайын өнімді өндіру үшін, мысалы, бір дайын өнімді өндіру үшін неше теңге шығын кетеді, сол сумма сол дайын өнімнің жаңағыдай өзіндік құны, яғни себестоимости болады деп атадық. Сол өзіндік құнын есептеуді біз калькуляция деп атадық. Яғни, мысалы, сол өнімді өндіруге кететін материалдардың шығыны, немесе сол өнімді өндіруге атсалысып жатқан қандай да бір негізгі құралдың, яғни оборудованиенің тозуына кеткен шығын, немесе сол өнімді өндіріп жатқан жұмысшының еңбекақысына қатысты шығындардың барлығын көріп шықтық. Және де сол шығындар сол өнімнің, яғни дайын өнімнің өзіндік құны, себестоимости болады деп айттық. Енді сол жайлы 1С программасында бірге орындайтын боламыз. Сіздер қайталап отырсаңыздар болады. Яғни, мысалы, бізге сол, мысалы, бір дайын өнімді өндіруге жаңағыдай атсалысатын оборудование болады ғой, мысалы, құрал жабдық, аппарат болуы мүмкін, немесе станок болуы мүмкін. Сол аппаратта негізгі құралды өзімізге кіргізіп алуымыз керек. Және де ол негізгі құралды жаңағыдай, мысалы, принятие к учету жасап, барлығын, мысалға, тозуы қалай есептелу керек, сол жайлы барлығын енгізуіміз керек. Бірақ ол жайлы сабақтар сіздер білесіздер, уже көріп қойдыңыздар. Бірақ қазіргі таңда, қазіргі біздің өтетін бүгінгі тақырыпқа қажет болғандықтан, біз қайтадан соларды қайталап шығатын боламыз. Яғни, сатып аламыз, кіргізіп аламыз өзімізге сол негізгі құралды. Покупка, поступление тайм услуг, поступление, основные средстваны кіргізіп аламыз. Мысалы, 01.04.2024 контрагент бізде ТО альфа болсын. Жаңадан создавать етсеңіздер болады. Показать все, создать деп. Мысалы, БИНы, КБС, банковский счеты, Народный банкте, мынау расчетный счеты, және де договор номер 812, вид договора с поставщиком, номер договора 812 деп кіргізіп қойсаңыздар болады. ТО альфа, добавить етеміз, показать все, создать. Мысалы, ол негізгі құралдың атын қалай жазсақ болады? Мысалы, кез келген бір құрал жабдық, жаңа айтып жатыр, аппарат немесе станок деп жатырмыз. Оны қалай кіргізсек болады өзімізге? Мысалы, оборудование деп жазып қойсақ та болады. Мысалы, оборудование. Жақшаның ішінде станок деп қойсаңыздар да болады, кез келген бір станок. Мысалы, группа учета, так, бізде машина оборудование болады. Код кофын іздеп көрейік мына жерден, оборудование деп. Машина оборудование қоя салсаңыздар болады. Для набора подключить в форме деп печатный. Мына жерден жалпы оқып таңдап алсаңыздар болады. Мен әзірше машина оборудование деген өзін қоя салайын. Автотранспорт емес, записать, закрыть таңдаймыз. Мысалға, суммасы. Оның суммасын мысал ретінде 10 миллион деп қойсақ болады. 10 миллион теңге без НДС келді деп қоя салайық. Ол кезде мына жерде без НДС болады, вид поступления. Счет фактурасының номерін 436 деп жазып қойып, датасы сол келген уақытпен,
дебет кредит көрсек, мына 24 оның негізгі құралы көбейеді дебетте. Кредитте 33 он жеткізіп берушіге қысқа мерзімді біздің кредиторлық қарызымыз көбейеді. Так, бұны жауып провести закрыть. Төлемін төлеп қойсақ та болады. Создать на основании платежного поручения исходящее. 0104 мен төлей салайық. КНП 710. Статья ТТС приобретение основных средств. Записать, провести дебет кредит көрсек, дебетте 33 он жеткізіп берушіге қысқа мерзімді кредиторлық қарызымыз азаяды, пассивті шот азаяды дебет жақта, кредитте 10-30 банк шотында ақшалар жады азаяды. Так, жабамыз, провести закрыть. Енді бізге жалпы ол дайын өнімді өндіру үшін бірінші бізге оның шикізаттары керек. Материалдары керек. Сырье дейді, мысалы осы. Сол материалдарды өзімізге кіргізіп алайық. Поступление. Жалпы материалы переработку кіргізсеңіздер болады, ол уже мысалға ол жайлы айттық қой. Бір организация сізге материал беріп, дайын өнім өндіру үшін деген сияқты сондай жағдайда қолданады. Товары накладнаямен кіргізсеңіздер болады. Мысалы мен осымен кіргізіп көрейін. 0104-не кіргізе берейін. Контрагентке мысалға жаңадан создавать етіп көрейін. ТО мысал ретінде не болуы мүмкін? ТО мысалға кез келген бір материал өндіру үшін. Жарайды, былай істей салайыншы. ТО софт дей салайын. ТО софт болсын. Бинін. Так, 22.05.06 974 831 деп қойық. КБ 17. Банковский шоты бізде Каспий банк таңдайық. Так,